Барлықтарыңызға қайырлы күн. Негізі барлығымыздың өмірімізде кемінде бір рет болсын қаржылық проблема болған. Яғни біздің барлығымызда бірдей ақша жеткілікті болатын болса, біз бұл видеоны қарамаста едік. Сол себепті бүгінгі видеомызда өмірімізді өзгертетін, біздің қаржылай жағдайымызды жақсартатын 3 қаржылық дағдымен танысамыз. Ең бастысы, бұл жай ғана теория емес, нақты өмірімізде күнделікті қолдана алатын лайфхактар. Бұларды біз тұрақты түрде 1 ай, 1 жыл, тіпті 10 жыл жасап жүретін болсақ, міндетті түрде біздің ақшамыз көбейеді, белгілі бір деңгейде біздің капиталымыз қалыптасады және біз инвестиция жасау мүмкіндігіне ие боламыз. Сонымен, дайын болсақ бастап көрейік. Бүгінгі біздің үйренетін ең бірінші дағдымыз ол ақшаның есебін жүргізу. Негізі біз бұған дейін де көп жерлерден естіген болуымыз мүмкін, ақшаның есебін жүргізіп отыру керек, қанша ақша кеткенін санап отыру керек деген нәрсені. Бірақ мынау призмадан бұл проблемаға әлі осы уақытқа дейін көбіміз қарап көрмегенбіз. Негізі барлығымыз қанша ақша табатынымызды білеміз, бірақ бізден қанша шығын шығатынын ешкім білмейді. Өйткені біз ол нәрсенің есебін көбінесе жүргізе бермейміз. Яғни бізге нақты ай сайын немесе апта сайын, жыл сайын қанша сумма түсіп тұратынын көбінесе білеміз, ал бізден қанша ақша қай жаққа кетіп жатыр, қанша суммада қандай нәрсеге жұмсап жатырмыз, ол нәрсені көпшілігіміз біле бермейміз. Сол себепті де біздің ақшамыз тез таусылады, себебі оның есебі жүргізілмеген. Сонымен біз егер де ақшамыздың есебін жүргізіп отыратын болсақ, төменде көрсетілетін 4 бірдей пайдалы нәрсені алатын боламыз. Және осы 4 нәрсе біздің өмірімізді өзгертуі мүмкін. Ең бірінші кезекте ақшаны санау ақшаны көбейтеді. Яғни бұл дәлелденген нәрсе, ақша есептегенді жақсы көреді. Екінші кезекте, егер біз ақшамызды санай беретін болсақ, біздің шығындарымыз міндетті түрде азаяды. Неге? Өйткені біз ақшамызды қай жаққа жұмсап жатқанымызды көрген кезде, келесі жолы, келесі айда тура сол ақша бізге түскен кезде, осы бағытта ақшаны жұмсауды азайту арқылы, мысалы кафелерге, ресторанға ақшаны азайту арқылы үнемдеуді үйрене бастаймыз. Үшінші кезекте, егер де біз ақшаның қай жақтан келіп жатқанын, қанша келіп жатқанын, және қай жаққа кетіп жатқанын, қанша кетіп жатқанын нақты білетін болсақ, өзімізді сенімді сезінетін боламыз. Ал төртінші кезекте, егер де біз ақшамыздың есебі нақты бір жерде жазылып тұратын болса, біз болашаққа нақты жоспар жасай аламыз. Яғни, болашақта мен алдағы аптада не сатып аламын, қандай сатып алатын затқа қанша ақша қорталамын, менде қаншақты бос ақша артылады, мен инвестицияға қанша ақша құя аламын деген сияқты сұрақтардың жауабы нақты бізде дайын тұрып, сол себепті біздің болашаққа деген нақты жоспарларымызды жасау мүмкіндігіне ие боламыз. Ал енді біздің қаржылық есебімізді жүргізіп отыру үшін CoinKeeper деп аталатын приложениені бүгінгі видеода үйреніп қолданып көрейік. Негізінде бұл CoinKeeper деген приложениясы бар өзінің, бірақ бұл приложениеде горизонтально түсіру мүмкін емес болғандықтан мен қазір өздерінің сайтын қолданып жатырмын, бірақ в принципе сайтында тоже ыңғайлы. Бұл жерде ең главный біздің үйренуіміз керек нәрсе, мынау жоғарыда көрсетілген плюсик батырмасы. Осы жерге егер біз басатын болсақ, кез келген өзіміздің доходымызды енгізе аламыз. Яғни доход деп айтамыз. Банковский счетқа қанша ақша түсті, мысалы. Допустим, бізге 50 000 теңге түстіне. Enter'ді басамыз. Қай күні? 10 декабрь деп таңдаймыз. Все, плюсті басқан кезде бізде доход пайда болды. Міне бағана 25 000 деп тұрған еді, қазір доход бізде 75 000 болды. Ол нәрсе біздің банковский счетымызға келіп түсті. Яғни бізде 110 000 теңге бар еді, 160 000 болды. Тағы да бір рет көрсетейін. Яғни доходтан банковский счетқа 30 000 түстін осы жол. Enter'ді басамыз, күнін таңдаймыз. Все, плюс батырмасын басқан кезде біздің доходымыз 105 000 болды, міне 75 000-нен. Ал банковский счетымызда жаңа 160 000 еді, тағы да үстінен 30 000 теңге қосылды, енді 190 000 болды. Енді кезекте біз расходтарымызды осы жерде есептей аламыз. Яғни бұл жерде тоже жаңа батырманы басамыз. Из банковский счеттан мына жерде арнайы нелер көрсетілген. Дом, транспорт, еда вне дома, покупки деген сияқты. Обычно біз ақшаны продуктіге құртамыз. Допустим, продуктіге дәл қазір біз 15 000 теңгеге продукт сатып алдық, үйге қажет продукт. Қай күні? Тағы да 10 декабрьді белгілей берейік. Все, плюс басқан кезде бізде доход, яғни банковский счетта 175 000 теңге қалды. Біз 15 000-ді құртқаннан кейін және продукттың ішінде жаңа 15 000 теңге бар еді, продуктіге 30 000 теңге құртқан болып саналдық.
Енді біз транспортқа ақша құртып көрейік, яғни біз таксиге қанша құртамыз. Банковский счеттан транспортқа мысалы 2000 теңге таксиге құртсақ, осы 10 декабрь күні, и оны қосып қойсақ, бұл бағдарламада өзі арнайы түрде есеп жүргізіледі. Банковский счетымызда 173 мың теңге қалды, ал транспортта 2000 теңге, яғни шығын пайда болды деген сөз. Дәл осылай барлығын жүргізе береміз. Одан кейін біз қалаған уақытымызда расходтарымыз бен доходтарымыздың айырмашылығын полностью есептеп жүргізе аламыз. Негізінде өздерінің приложениесінде мұнда өте ыңғайлы, бірақ мынау сайтта кішкене ол есепті жүргізу қиындау болатын сияқты. Сол себепті егер де өздеріңіз приложениені тартып толығымен қарайтын болсаңыздар, осындағымен бірдей, только ол жерде анализ жасалынатын арнайы батырма бар. Сол батырманы бассаңыздар, сіздердің доходтарыңызды да, расходтарыңызды да толығымен есептеп, бір айлық шығынды, бір апталық шығынды, немесе 3 айлық шығынды толығымен осы бағдарлама есептей алады. Негізінде бағдарламаның өзінің шығындарды есептеу бөлімінде осындай бір 7 арнайы бөлік бар. Немесе сіз плюсты басу арқылы өзіңіз тағы да категориялар қоса аласыз. Бірақ бұл категориялардың саны шектелген, бірақ приложениенің өзінің платный версиясы бар. Ол платный версиясында сіздер әртүрлі категорияларды шексіз түрде қоса бере аласыздар. Яғни өзіңіз қалауыңызша категориялар қосып, сол жерге шығындарыңызды оңайырақ есептей аласыздар. Ал негізінде, в принципе, өзінің бесплатный версиясындағы осы бір категориялардың өзі меніңше толығымен жеткілікті болады бастапқыда. Сонымен бүгінгі меңгеретін екінші дағдымызға көшейік. Біздің бүгінгі меңгеретін екінші дағдымыз теңгені долларға ауыстырып отыру. Егер де біз теңгені әрдайым долларға ауыстырып отыратын болсақ, тұрақты түрде, бұл біздің қаржылымыз үшін, яғни біздің ақшамыз үшін мықты қорғаныс болып саналады. Себебі біздің ақшамыз бірден диверсификацияға ұшырайды, яғни біз ақшамызды әртүрлі валюталарда ұстай бастаймыз. Негізінде барлығымыз білетіндей, инфляция дейтін ұғым кез келген валюта үшін тиесілі болып саналады, бірақ біздің теңгенің инфляциясы жылына 15-20% құрайды, ал доллардың инфляциясы жылына 3-4% ғана құрайды. Бұны оңай түсіну үшін мынандай мысал келтірсек болады. Біз биыл 100 мың теңгеге зат сатып алатын болсақ, тура сол затты келесі жылы 120 мың теңгеге сатып аламыз, егер теңгемен алсақ. Ал есе доллармен алатын болсақ, 1000 долларға бір зат алатын болсақ, келесі жылы тура сол затты 1030-1040 долларға сатып аламыз. Яғни инфляция оншалықты қатты жоғары емес. Егер де біз теңгемізді әрдайым долларға ауыстырып отыратын болсақ, мынау төменде көрсетілген мүмкіндіктерге қол жеткіземіз. Яғни ең бірінші кезекте біздің ақшамыз құнсызданбайды. Яғни құнсызданбайды деп айта алмаймыз, тек құнсыздануын төмендетеміз, яғни инфляцияны жеңуге жол ашамыз. Теңгемен 15-20% жыл сайын жоғалтып отырмаймыз, доллармен 3-4% ғана құнынан айырамыз. Ал екінші кезекте біздің белгілі бір деңгейде резервіміз қалыптасады. Яғни доллармен жиналған ақшаны адамның жұмсауы қиынырақ, яғни Қазақстанда жүріп доллармен наличный жиналған ақшаны, немесе доллармен банкте жиналған ақшаны, яғни белгілі бір нәрселерге жарату қиынырақ болып саналады. Ал үшінші кезекте Американың нарығында акциялар сатып алуға, инвестиция жасауға дайын капитал жинай бастаймыз. Егер де біз бәріміз инвестиция жасайтын ойымыз болатын болса, Американың нарығында тек қана доллармен акциялар сатып аламыз. Сонымен қоса, біздің үлкен мақсаттарға қол жеткізуіміз жеңілдей бастайды, яғни үй, көлік алу деген сияқты нәрселер біз үшін оңай бола бастайды. Себебі біз доллармен ақша жинаған кезде ақшаның құнсыздануын жыл сайын жеңіп отырамыз десек болады. Бүгінгі күні біздің үйренетін үшінші дағдымыз табысымыздың 20%-ын инвестицияға жұмсау деп аталады. Яғни әрдайым бізге табыс түскен сайын, немесе біздің жинақтап отырған капиталымыздың белгілі бір мөлшерін, яғни мына жерде көрсетілгендей нақты 20%-ын инвестицияға салып отыруымыз керек. Яғни біз белгілі бір деңгейде өзіміздің портфелімізді құрастырып, акциялар, ETF-тар, алтын, немесе доллар күйінде әртүрлі активтер ұстап, өзіміздің белгілі бір деңгейде инвестициялық портфелімізді құрастырып, капитал жинауымыз керек. Мына жерде суретке сызып көрейік, яғни диаграмма күйінде домалақтың ішіне 20%-ды біз портфелімізді құрастыруға арнаймыз, яғни инвестиция ретінде арнаймыз. Ал мұндағы көрсетілген 80% ол біздің күнделікті шығындарымыз, немесе өзімізге арнай жұмсайтын ақшалар деп айтсақ болады. Негізінде осы тұста көптеген адамдар қателеседі. Яғни 80% осында жасылмен белгіленген бөлікті, ақшаның бөлігін өзімізге жұмсап жатырмыз деп ойлайды. А на самом деле бұл 80%-ды біз басқаларға төлейміз. Яғни біз тамақ ішетін болсақ, ресторанға төлейміз, белгілі бір деңгейде такси қолданатын болсақ, таксистке ақша төлейміз деген сияқты.
Ал мұндағы 20% керісінше, дәл осы 20% өзіміз үшін жұмсап жатқан ақша. Яғни өзіміздің болашағымыз үшін осы 20% ақшаны қия алатын болсақ, уақыт өте келе біздің портфеліміз тұрақты түрде өсім көрсетіп, мықты бір портфель құрастырылады. Сол кезде біздің портфелімізден бізге белгілі бір деңгейде пассивті табыс түсіп отырады, немесе дивидендтер төлеп отырады кейбір акциялар. Біздің осы бір ETF-тардан, акциялардан, алтын, күміс, яғни қымбат металдардан немесе доллардан құрастырылған портфеліміз бізге пассивті табыс әкеліп отырса, ол біздің шығындарымызды жауып отырады. Яғни біздің шығындарымыз жабылғаннан кейін біздің портфелімізді құрастыру оңай болады, өйткені бізге түсіп жатқан табыстың 100%-на дейін инвестицияға құя алатын боламыз. Ал біздің шығындарымызды, яғни өмір сүруге деген қажеттіліктерімізді біздің пассивті табысымыз, яғни түсіп жатқан дивидендтер жауып отырады. Дәл осылай уақыт өте келе біз қаржылық еркіндікке қол жеткізетін болып табыламыз. Бүгінгі видеомыз соңына жақындап қалды. Бүгінгі видеомыздың соңында бізге пайдасы тиетін ең мықты лайфхактармен бөлісіп кетейік. Ең бірінші кезекте табысымыз бізге түсе сала, оны міндетті түрде белгілі бір бөлігін долларға ауыстырып отыруды өзімізге әдетке айналдыруымыз керек. Яғни бізге белгілі бір теңге, яғни 1 миллион теңге түсті деп санасақ, соның 200 мың теңгесін, 300 мың теңгесін долларға міндетті түрде ауыстырып отырсақ, бұл нәрсе бізге әдетке айнала бастайды. Ал долларға ауыстырудың қаншалықты пайдалы екенін бұған дейін біз түсіндік. Яғни біз инфляциядан құтыламыз және ақшамызды Америка нарығында инвестиция жасауға, акциялар сатып алуға капитал ретінде дайындай бастаймыз. Екінші лайфхак, біз инвестицияны оңай құралдармен жасауымыз керек. Яғни өзіміз үшін өте түсінікті болатын, өзіміз жақсы білетін компанияларға, акцияларға, яғни солардың акцияларына инвестиция жасауымыз керек. Бәрімізге бірдей компаниялар түсінікті бола бермеуі мүмкін, бірақ біз ETF-тар сатып алсақ болады. Яғни ETF-тардың ішінде өте көптеген акциялар құрастырылған болады, және бұл ETF-тарды мықты аналитиктер басқарып отыратын болады. Немесе өзіміз жақсы көретін Apple, Amazon, Meta, Tesla деген сияқты компанияларды сатып алып, солардың акцияларына инвестиция жасасақ болады. Бұл компаниялар міндетті түрде тарихтық, яғни исторический көрсеткіштермен қарайтын болсақ, жылына 30-40% өсіп отырады. Үшінші кезекте біз инвестицияны болашақтағы өзімізге төлем деп қабылдауымыз керек. Яғни біз инвестиция жасаған кезде ақшаны басқа біреуге емес, болашақтағы өзімізге төлеп жатырмыз. Көпшілігі ойлайды, негізі инвестицияны қиын деп, бірақ біз егер инвестицияны оңай құралдармен жасасақ, инвестицияны өзіміз үшін жасалып жатқан төлем деп қабылдайтын болсақ, инвестиция оңай бола береді. Сонымен қоса, ең маңызды нәрсе бүгінгі сабақтан күрделі процент деген нәрсені үйренуіміз керек. Яғни сложный процент бұл міндетті түрде жұмыс жасайтын принцип. Төмендегі графикке қарайтын болсақ, бізде изначально $100 бар болатын болса, $100 әр жыл сайын бізге 10% ғана өсім көрсетсін деп санайық. Яғни бірінші жылы 10% қосылатын болса, $110 айналады. Ол енді барлығымызға түсінікті шығар. Екінші жылы тағы да 10% өсетін болса, ол кезде уже бізге $110-нан $120 емес, $121 өседі. Себебі $110-дың, яғни біздің уже капиталымыз $110 ғой, оның 10% $11 болып саналады. Яғни $110-ға $11 қосатын болсақ, $121 болып саналады. Үшінші жылы тағы да артық өспей, яғни тек қана 10%-ға ғана өсетін болса, $121-дан, яғни бізге $130-ға емес, $133-ға өседі. Енді бұл кішігірім осылай бейне ретінде көрсеттік. Негізі біздің капиталымыз неғұрлым үлкен болса, күрделі проценті соғұрлым өсіп, біздің портфеліміз неғұрлым тезірек өсе бастайтын болып саналады. Сонымен біз бүгінгі видеомыз қорытындылайтын болсақ, біз енді 3 мықты әдетті қалыптастырдық. Яғни біз әрдайым ақшамыздың есебін жүргіземіз. Екінші кезекте ақшамызды әрдайым долларға ауыстырып отырамыз. Үшінші кезекте ақшамыздың 20%-ын инвестицияға салып отырамыз. Бұл нәрседе ең маңызды бөлігі біздің бастап кетуіміз осы әдеттерді, және ең маңыздысы тоқтамай жалғастыруымыз. Яғни ай сайын, 2 ай сайын, 3 ай сайын міндетті түрде осы әдеттерді жүзеге асырып отыратын болсақ, біз қаржылық еркіндікке қол жеткіземіз. Және де ең басты ұмытпауымыз керек нәрсе, қаржылық еркіндік бұл бай адамдардың емес, тәртіпті, яғни дисциплинированный адамдардың еңбегінің нәтижесі. Егер де бүгінгі видео саған ұнаған болса, онда видеоға міндетті түрде лайк бас, астына комментарийға өзіңнің сұрақтарыңды жаза кет. Мен міндетті түрде әрбір комментарийді оқып, ол сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Сонымен қоса маған тіркелсең, алдағы уақытта осыған ұқсас өте қызықты, пайдалы видеоларды шығарып отырамын.